Күн сайын әлеуметтік желілерде коронавирус тақырыбында сан түрлі ақпарат тарап жатыр. Дұрысы қайсы, бұрысы қайсы анықтау қиын. Сол мақсатта 9 шілдеден бастап Қазақстан ұлттық арнасы теледәрігер жобасын ұсынады. Еліміздің дәрігерлері тікелей эфир арқылы көрермендермен байланысқа шығып, міндетті түрде фолий қышқылын ішсе екен деп айтамын. Ингаляцияны сарымсақпен, чеснокпен істеуге болмайды. Коронавируспен күресудің жолдарын түсіндіреді. Өз сұрақтарыңыз болса, алдын ала видеоға түсіріп, мына нөмірлерге WhatsApp желісі арқылы жолдауға немесе 75 71 71 тікелей эфир нөміріне хабарласуға болады. Ұлттық арнаға қосыл да, жақыныңа жанашыр бол.